Армысыздар, ардақты ағайындар. Бүгін біз кезекті видеомызды бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын негізгі мәселе бұл мынау ертедегі ұлы ұлыстың кезіндегі мына отпен аластау дәстүрі жайлы айтатын боламыз. Отпен аластау. Мынау ұлы ұлысқа келген барлық елшілер, саяхатшылар болсын, солар ең бірінші мынау ордаға кірер кезде оларды алдын ала алаулап жағылған екі оттың арасына өткізіп тазартатын болған. Ол кезде олар оны отпен аластау деп атаған. Сол екі оттың арасына өткізіп отпен аластап тазартып, содан кейін барып ол адамдарды жаңағы хан ордасына жіберетін болған. Бұл жайлы сол жаңа Батый ханның ортасына келген папаның елші Плано Карпини де жазады. Францияның королі 9-шы Людовиктің елші Вильгельм де Рубрук те жазады. Олардың айтуынша бізді дейді бірінші екі оттың арасынан өткізіп тазартты дейді, содан кейін ордаға қарай кіруге рұқсат берді дейді. Және ордаға кірер кезде деді табалдырықты басып кетпеңдер, абай болыңдар. Егер де табалдырықты бассаңдар жазаға тартыласыңдар деп қатаң ескертті дейді. Содан кейін біз сол екі оттың ортасынан өткеннен кейін біз ордаға кіріп, жаңағы табалдырықты баспай абайлап кіріп, солай жаңағы ханмен жүздестік дейді. Бұл Батый ханның ордасында. Кейін олар Қарақорымға барған кезде, Қарақорымда да оларды сол екі оттың ортасынан өткізіп, аластап тазартқаннан кейін хан ордасына кіруге рұқсат берген. Енді бұл отпен аластау дәстүрі тап сол 13-ші ғасырда шыға салған нәрсе емес. Бұл жайлы бұрыннан келе жатқан мәліметтер бар. Мысалы, ол жайлы сонау 568 жылы, 568-69 жылдары Батыс түрік қағаны Естеме қағанның ордасына келген мынау Византияның елшісі, Византияның императоры Юстин екінің елшісі Земарх деген кісі сол батыс түріктердің ордасына келген кезде сол Земархты да екі оттың арасынан өткізіп тазартқан. Содан кейін барып жаңағы хан ордасына кіруге рұқсат берген. Енді сол Земархтың жаңағы айтқандарын көрген білгендерін жаңағы Менандр Протектор деген кісі сол жайлы жазған. Сонда оның жазуынша жаңағы Земархтан естігендерін жазған ғой. Сонда айтады, алаулап жанған екі оттың арасынан бізді өткізді дейді. Сонда біздің алдымызда жаңағы бақсылар даңғыра қағып, жаңағы бір нәрселерді айтып, жаңағы жын шайтандарды қуалаған сияқты болып, сондай рәсім жасап жүрді дейді. Жаңағы Земархтың алдында сондай бақсылар сондай рәсім жасаған екен. Содан кейін барып тазарғаннан кейін оны Естеме қағанның ордасына кіруге рұқсат берген. Енді сол кезде сол Земархтың айтуынша жаңағы түріктер деген өте дәулетті тұратын халық екен деп жазады. Олардағы жаңағы түрлі жасалған бұйымдар дейді, ол Византияның жасаған бұйымдарынан ешқандай кем емес дейді. Сол Византияда жаңағы үлкен император сарайы, Влахарен сарайы деген сарай бар. Сол сарайдың сән-салтанатын көрген сол Земархтың өзі түріктердің сол жаңағы бұйымдарын көріп, сол кезде таң-тамаша болған. Сол туралы ол жаңа Менандр Протектор деген кісі жазып қалдырған екен. Енді ол сол замандағы сол көк түріктердің кезінде бар дәстүр екен бұл жаңағы отпен аластау деген. Сол отпен аластап тазартқаннан кейін ғана олар жаңағы хан ордасына жіберіледі екен. Енді бұл туралы бұл екі оттың ортасынан сол Плано Карпини де Рубрукта өткен. Рубруктан бұрын 9-шы король Людовик жіберген Андре де Ланжумо деген
елші болған. Ол да сол екі оттың ортасынан өткен. Мына армян патшасының туысы болып келетін Сымбас Парапет деген болған. Ол да сол екі оттың ортасынан өткен. Одан кейін мынау Суздаль князьдігінің князі Ярослав Суздальский дегенде сол да ол екі оттың ортасынан өткен, Бату ханның ордасына. Одан кейін ол Қарақұрымға барған. Қарақұрымда да сол рәсімнен өткен. Бұл Ярослав Суздальский деген ол Александр Невскийдің әкесі. Новгород князі Александр Невскийдің әкесі. Александр Невскийдің өзі Новгородтың князі бола тұра, ол Бату ханға былайша тәуелді болған. Сол кездерде Бату ханның жаңағы мәртебесін мойындап, соған бас иген адам Александр Невский деген. Енді осы екі оттың ортасынан өтіп жаңағы тазарту деген сонау көк түріктердің заманынан келе жатқан дәстүр екен. Енді бұл жаңағы сол кездерде мынау басқа діндердің ықпалына түспеген, әсіресе мына ислам, будда, манихей, христиан діндерінің ықпалына түспеген, солардың жаңағы сол діндерді қабылдамаған, яғни таза көк тәңірге табынатын жаңа түркі тайпаларында сақталып қалған екен сол замандарда. Ол енді Шыңғысхан шыққан қият тайпасы, содан маңайында жүрген кейбір тайпалар сол дәстүрлерді сол кездерде ұстанған. Олар сол жаңағы хан ордасына келген елшілерді болсын, саяхатшыларды болсын, қонақтарды болсын, бірінші ордаға кіргізбес бұрын сонда екі оттың ортасынан өткізіп тазартатын болған. Ал енді мынау халқалардан шыққан Лусан Данзан, Санан Сесен дегендер өздерінің кітаптарында Шыңғысханды жаңағы Будда дініне сенуші ретінде көрсетеді. Ал бірақ шындығында Шыңғысхан еш уақытта Будда дініне сенген емес. Ол көк тәңіріне табынған, көк тәңіріне сыйынған. Ол еш уақытта да Будда дінінің рәсімдерін жасаған емес. Ал енді мына Лусан Данзан мен Санан Сесеннің кітабын оқып отырсаңыз, оларды жаңағы Шыңғысханның тегін сонау Тибет пен Үндістанның қағандарынан шығарады. Солардың ұрпақтары ретінде көрсеткісі келеді олар. Сол заманнан бастап олар Будда дінін ұстанып келе жатқан сияқты көрсетеді. Бірақ та тарихи шындық ондай емес. Шыңғысханның ата-бабасы, Шыңғысханның өзінің кезінде де олар ешқандай Будда дінін ұстанған емес. Олар көк тәңірге табынған. Бұл өте ертеден келе жатқан түркілердің өзінің наным сенімі болатын. Көк тәңірі, Умаяна, жаңағы Өтікен, жер киесі деген осындай өзінің сыйынатын, табынатын сондай жерлер болатын. Ал енді сонда жаңа көк түріктермен бұлар қандай байланысы бар деп қарайтын болсақ, Шыңғысханның 22-ші атасы Бөртешене болса, соның Бөртешененің әйелі Куа Марал деген болған. Енді бұл Бөртешенені көптеген тарихшылар жаңағы Бөртешене деген бөрі деген мағына береді деп жазады. Ал енді Куа Марал деген, Марал сұлу деген. Осы екеуінен жаңағы Шыңғысхан арғы аталары өсіп өнеді. Енді осы Бөртешене дегеннің өзі жаңағы аңыз бойынша тау арасынан шығады ғой, бұл өзінің елін бастап. Мынау көк түріктердің тарихында да олар ең басында сондай бір таудың басында бір үңгірде өсіп өніп, содан кейін барып кең жазыққа шыққан туралы баяндалады. Сондай аңыз бар. Бұл екеуі сол бір жерден тараған сияқты болып көрінеді. Енді шене деген сөз мынау қидандардың тілінде чоно деп айтылады. Бұл бөрі деген сөз сол уақыттарда түркілердің тіліне бір әсер еткен болу керек. Сол өйткені мынау сол жаңа көк түріктер ашина деген сөздің өзі сол шене дегеннің жаңағы Қытай тілінде бұрмаланған
бір бұрмаланған атау деп айтады мына тарихшылар. Ол жаңағы бөрі деген сөздің қидан тілінде, жужан тілінде бұрмаланып өз тіліне аударып айтқан нұсқасы деп келтіреді көптеген тарихшылар. Ол шынында да солай сияқты. Енді сол бөріден, бөртешене мен Куамаралдан Шыңғыс ханның арғы аталары өсіп өнген. Бұл сол жаңағы бөртешене сол жаңағы Ашиналардың ұрпақтары бір буыны болуы мүмкін. Өйткені Шыңғыс хан шыққан ұруды алтын ұрух деп атаған. Алтын ұрух деген алтын ұру деген сөз. Яғни олар өте ертеден хан тұқымы болып саналған. Сондықтан да олар жаңағы билікке отыруға, ел басқаруға олардың сондай құқығы болған деп айтылады тарихшылардың өзінде сол замандағы. Енді осы бөрте Шыңғыс ханның арғы 22-ші атасы бөртешене сол Ашиналардың бір бұтағы болуы мүмкін. Өйткені мынау сол замандағы мынау 7-ші ғасырдағы мына Қытай жылнамаларында мына Таң империясын құрған Ли Юань деген императордың қасында көптеген түркілер болған. Сол түркілердің ішінде Ашин Шене деген бір кісі болған. Сол заманда бұл Шене деген атау сол тарихи жазбаларға жазылған екен. Енді бұл жайында осы менімше жаңағы осы бөртешене деген сол Ашиналардың бір бұтағы болуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы сол Ашина түріктерінің кезіндегі осындай дәстүрлер сол Шыңғыс заманына дейін келіп жеткен деп айтуға болады. Енді бұл отпен аластауды басқа халықтардан іздеп көрсек, оны басқа халықтарда ешқандай ол туралы мәлімет бермейді. Қанша жылнамалар ақтарып қарасаңыз да, ол шүршіттерде, қидандарда, тибеттіктерде және Орта Азияның халықтарында, басқа да халықтарда бұндай отпен аластау деген дәстүр болмаған. Бұл тек қана сол түркілердің өздерінде ғана кездесетін сондай бір жосын деп айтуға болады. Ал енді осы отпен аластау деген қазақтардың арасында соңғы уақыттарға дейін тіпті мынау 20-шы ғасырда өткен революция уақытына дейін жалғасқан. Ол қазақтарда жаңағы әсіресе жазғы тұры ел қыстаудан жайлауға көшер кезде сонда көшті жаңағы орнына көтеріліп жаңағы жолға түскен кезде сонда екі жерден от жағып сол екі оттың арасынан өткізетін болған, тазартып, көшті тазартып ары қарай жайлауға солай таза болып барайық деп сонда екі оттың ортасынан өткізіп тазартатын болған. Енді бұл кезде оны бақсылар жүргізбеген, оны жаңағы сол әулеттің, сол тайпаның, сол ұрудың өте беделді бәйбішелері атқарған екен. Екі оттың қасында екі бәйбіше тұрып, сол жаңағы көш өтіп бара жатқан кезде екі оттың арасынан ол екі бәйбіше сол жерде тұрып айтады екен: алас алас әр пәледен қалас деп айтып тұрады екен. Сөйтіп ол көшті екі оттың ортасынан өткізіп тазартып, содан кейін жайлауға қарай көшетін болған. Осындай дәстүр сол қазақтарда соңғы уақыттарға дейін сақталған екен, отпен аластау деген. Енді осы бүгінгі айтатын тақырыбымыз осы отпен аластау. Енді отпен аластау деген жаңағы айттық, бұрын сол кезде ғана шыққан нәрсе емес, бұл сонау көк түріктердің заманынан бері келе жатқан дәстүр екен. Сол көк түріктерден келе жатқан отпен аластау дәстүрі сол Шыңғыс хан заманына дейін, әсіресе жаңағы басқа мынау діндердің ықпалына түспеген, сонау көк түріктерден келе жатқан көк тәңірге табынған тайпаларда ғана осы сақталып қалған екен. Осы жайлы барлық та жылнамашылар, саяхатшылар жазған.
Ал енді бұл жаңағы айтқандай бұл тек түркілердің өзіне ғана тиесілі жосын екен. Бүгінгі айтпағымыз осы. Видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Видеоны сақтап тарқатып отырыңыздар. Сау болыңыздар.